Халайық, билікке жаңа үкімет келді. Тоқаев жаңа үкіметтің басшылығына Олжас Бектеновті әкелді. Смайылов бастаған үкімет отставкаға кеткенде, оның уақытша міндетін атқарған Склярды тағайындамаса болған деген неше түрлі әңгімелер айтылды. Әйтеуір Склярды тағайындаған жоқ, премьер-министр қылып. Жаңа адам келді. Портфельдерін қолына ұстап, орындарын тапсырған Смайылов үкіметі неге бұлайша тез тарқап кетті деген сұраққа халықтың сенімінен шыға алмады деп айтуға болады. Қаңтар қырғынынан кейін жаңа Қазақстан туралы жиі айтқан үкімет іс жүзіне келгенде батылсыздық танытқанын ашық айтқан депутаттардың өзі мәлімдеме жасап жатыр. Мысалы, мәжілістің депутаты Нартай Сәрсенғалиев отставкаға кеткен Әлихан Смайыловтың үкіметіне батылдық жетпегенін ашық айтты. Депутат орнынан кеткен үкіметке мынадай өзінің бағасын берді. Әлихан Смайылов басқарған үкіметке негізінен батылдық жетіспеді деп айтуға болады. Қаңтар қасіретінен кейін мемлекетте болған жағдайға қатысты шұғыл батыл шешімдер қажет еді. Өйткені, білесіздер, мемлекет басшысының өзі де дәл осы мәселені айтқан еді. Кез келген мемлекеттік қызметкер нақты шешім қабылдауға және сол шешім үшін жауапкершілікті алуға үйренуі керек деген еді. Өкінішке қарай мен үкіметтен бұны көрмедім дейді депутат. Қалай дегенмен де, ақылы жеткенімен батылдығы жетпеген үкіметтің құр статистикамен айналысқанын депутаттар жарыса айтып жатыр. Негізі, тарихқа қарайтын болсаңыз, ел басқаруда халықтың ауыр жүгін көтерер атқамінерлер осындай сыннан өте алмай биліктен өз еркімен кеткен кездер болған. Сонау Европа, Американы айтпағанның өзінде қазақ тарихында мынандай жарқын мысалды келтірейін сіздерге. Жәнібек хан дүниеден өткесін дәстүр бойынша Керей ханның ұлы Бұрындық қазақ елінің 3-ші ханы ретінде таққа отырды. Ал Жәнібек ханның ұлдары Бұрындық ханға қызмет етті. Алайда Бұрындық ханның атан түйе ыңыранатыны алып денесі жауды үрейлендірер батылдығы болғанымен, саясатқа келгенде ел басқаруда үлкен қателіктер жасады. Бұрындық хан болмай тұрып, қолбасшы ретінде Шайбани ханмен талай шайқасып, оның тас талқанын шығарғандығы, кейіннен Шайбанидың соңынан ерген халық Мәуереннахр жеріне көшіп, тарихта Бұхар хандығының негізін қалағандығы белгілі. Міне осы Шайбани Бұрындық таққа отырғасын қазақтармен қайта соғысты бастайды. Екі жақтың әскері талай рет қан кеше жүріп шайқасқанымен бір-бірін бағындыра алмады. Ұзақ соғыстар елді титықтатып, енді Бұрындық хан бұл соғысты бейбіт түрде шешу туралы ойлап, қызын Шайбани әулетіне тұрмысқа беруге келісті. Ал Жәнібек ханның ұлдары ханның бұл ісін құптамады. Алайда ханға қарсы келе алмады. Ханның айтқаны қашанда мақұл. Қасым Сұлтан ағасымен шекісіп қалудан бойын аулақ ұстап, өз руларымен Қаратал бойында көшіп жүрді. Әкесі Жәнібек Керей ханды кезінде қалай сыйласа, соны көріп өскен Қасымда әке өсиетінен аттап кете алмайтын. Алайда Шайбанидың қазақтармен бейбіт мәміле жасау ойында жоқ еді. Бұрындық әскерінің аздығынан немесе атының шабандығынан жеңілмеді. Оның әскері кезінде әкесі Керейдің көзін көрген Әз Жәнібектің жорықтарында бірге болған нағыз даланың көкжалдары болатын. Бар себеп ханның жеке басында жатыр. Ол соғысқа кірмей тұрып Шайбанидың алдына моральды түрде түсіп қалды. Жас әміршінің кеше өздері иттей қылған Әбілхайырдың немересі бас аяғы 20 жыл ішінде 1000 өлімнен аман қалып, қан майданда жеңіле тұрып, оны мойындамаған, қол астында 100-ге жетер-жетпес шабарманы болса да, қазақ ханына берілмегені Бұрындықты қайран қалдырды. Шайбани үлкен мемлекет құрды. Шайбанидың өлермен ісі Бұрындықтың сағын сындырды. Және Бұрындық дипломатиялық шешімдер
дұрыстық қабылдай алмады. Алайда Шайбани әулетімен бірінен соң бірі жасалған некелер бұрындықтың абыройын қазақтар арасында да, Шайбанидың алдында да биік етпеді. Ал Шайбани өзінің тылын қамтамасыз етіп, алаңсыз Орта Азия жорығына дайындала бастады. Жәнібектің ұлдары бұрындықтан күн санап алыстай бастайды. Сөз жүзінде бұрындық хан болғанмен, бар билік Қасым сұлтанның қолына өтіп, ақыры 1511 жылы Қасым хан тағына отырады. Осылайша саясатқа келгенде батыл мінез, көреген дипломат ретінде өзін көрсете алмаған бұрындық тақты тастап Самарқанға көшіп кетті. Осыдан кейін Керей әулетінен таққа бірде-бір хан сайланбады. Бұл тарихтың бізге қалдырған сабағы. Әлихан Смайылов үкіметінің қолында жаңа реформа жасайтындай үлкен билік, қажетті құзырет болды. Тіпті қаңтар қырғыннан кейін қанша халық енді жақсы өзгеріс болады, елде жаңа реформа жасайды деп сенім артты. Тоқаев қажетті тапсырма берді. Алдымен халықтың жағдайын жақсартыңдар, олардың әл ауқатына көңіл бөліңдер дегенмен президент Смайыловтың үкіметі статистиканы есептеуден әрі аса алмады. Бір сөзбен айтқанда, қолында құзырет, халықтың сенімі бола тұра, Смайылов үкіметіне батылдық, ерік-жігер жетіспеді. Ал біз жаңа үкіметтің жұмысына сәттілік тілей отырып, осынау өткен тарихтан сабақ алса екен дейміз.